Мен тұрақты көрермендерім, мен бүгін дрожжи қосылған сіздерге найман бауырсақтың рецептісін көрсетейін деп жатырмын. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін мен міне ұныма тұзды қосып алайын. Бірден дрожжисын салып аламын. Енді сұйық май қосып алайын. Рахим. Мен бүйтіп бір майға салдым кішкене. Менің көрермендерім, менің наным осындай болып кетіпті екен. Енді қазір жасаймыз. Наным осындай болды. Менің көрермендерім, міне бүгін қазақи нақышта біз найман бауырсақ пісірдік. Мінекейлеріміз. Бұдыр. Тура осы рецептімен менің бауырсағымды сияқты қылып пісіріңіздер. Балаларыңызды, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ең бастысы бір ғана қоңыраушаны басып, менің каналыма жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей пайдалы кеңестер арнасы Ардақ Әлбекіна. Сау саламатта болыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, міне менің бауырсағымның арасы үрленіп пісқаны сонша, ішінде түк жоқ қой. Міне осындай рецептімен пісірсеңіздер болады. Керемет дәмді. Өзі пысық. Өзі немен еді? Аспаз деп әгі Бибігүл деген мультфильмдағы сияқты болып бауырсақтарымыз жанып кетпесін. Сау саламатта болыңыздар.